үшін үлкен мәртебе, келгеніңізге көп рахмет. Иә. Және дәл қазір мен ортаға Исламқұл ағамызды, ұстазымызды шақырғым келіп отыр. Аға, қайдасыз? Келіңіз, келіңіз. Ұстазымыз, келіңізші. Брavo, сөзіңіз көп рахмет. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деген. Бұл Міржақып Дулат атамыздың сөзі. Өр мінезді қазақ халқының діні мен тілін ойлаған алыс арысымыз бәріміздің жүрегімізде. Жақында елімізде Оян қазақ фильмі халыққа ұсынылды. Әрбір қазақстандықтың қазақтың жүрегінен орын тапты. Ол фильмнің әрбір қазақтың жүрегінен орын табуына себеп болған сол алаштықты, яғни Дулат атамызды шын сүйген, соның рөлін шынайы сомдаған осы бақыт бауырымыз болатын. Алла сізге разы болсын. Иншалла, біз алаштықтарды жақсы көреміз, алаштықтарды жақсы көргендерді жақсы көреміз. Біз өзіңізді қатты жақсы көреміз. Аллаға шүкір, өзіңіздей қайратты да намысты азаматтар бар. Көрсетіп жатсыз қырыңыздан. Құрметті әлеумет, баршаңызға бүгінгі кеш көңілді болсын. Мынау кәсіп бастап жатқан Анара ханым, кәсіптеріңізге береке берсін. Әрбір қазақстандық сәулетті де дәулетті болу керек. Құрметті қалайық, біз жақында ғана бір кішігірім бейне ролик көрдік. Сонда Жанар Айжанова әпкеміздің қызы осы бақыт бауырымыздан сұрақ қойып жатыр, әртүрлі. Соның ішінде сіз жастарға қандай кітап оқуды ұсынар едіңіз, өсиет етер едіңіз дегенде адамзаттың асыл тәжін оқуды деген тұғын. Біздің ардақты да сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бүткіл адамзаттың асыл тәжі. Енді бүгін сол бір бейне ролигіңізді көріп, өзіміз қуанып, жүрегімізге жақын тартып, Алаш Travel компаниясының атынан сізге сол әлемдердің сардары болған, екі дүние адамзаттың асыл тәжі болған ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның қасына барып зиярат етіп, қасиетті Қағбаның қасында болу үшін умра сертификатын табыстауды ниет еттік. Иншалла, ұлы қажылық сізге мүбәрәк болсын. Қабыл алыңыз. Алаш Travel компаниясының атынан Берік бауырымыз бастаған ұлы қызмет болып жатыр. Біз компаниямыздың атын сол алаштықтардың атынан Алаш деп қойғанбыз. Алаш әрқашан алаштықтар жасай берсін, иншалла. Алла сізді өзі сол қасиетті мекенге қонақ қылған сүйікті пендесін етсін, иншалла. Негізі Болат Бақыт Қажыбай ұлы ғой. Қажыбай ғой. Атаңыз қажы болған, иншалла сізге де үлкен қажылықты Алла нәсіп етсін. Әумин. Рахмет. Бәрекелді. Мен үшін күтпеген жағдай болды. Қобал жұп тұрсам кешірім сұраймын. Я, Аллаға сан шүкірлер. Сіздер мені қалай қуанып жатсаңыздар, Алла тағала бұл өмірді де, ақыретті де сіздерді қуансын. Иншалла, осы Алаш Travel компаниясының барша ұжымына, басшысына, сіздерге осы бүгінгі сертификат алуыма себепкер болып, осы тамаша кеште Анара ханым Алла беріп, тек қана Алланың назарында сүйікті құлы болуына шын нәсіп етсін. Рахмет. Алланың сүйікті қонағы болуларыңыз нәсіп етсін. Жалпы ардақты пайғамбарымыз айтқан сол қасиетті мекенге келіп құлшылық ибадат жасаушыны Алла тағаланың сүйікті қонақтары деген. Алланың сүйікті қонағы болуыңыз нәсіп етсін. Әумин. Рахмет ұстаз, рахмет Бақыт мырза. Құдай қаласа ат көлік аман есен. Барып, ойыңызда жүрген, көкейіңізде жүрген армандарыңызды айтып келуге Алла нәсіп етсін.